Сәлем достар, бүгін муравейник тәттісін дайындаймыз. Бұл тәтті менің отбасымдағыларға қатты ұнап қалды, тіпті ұнағаны соншалық күнде дайындап беруімді сұрайтын болды. Сіз де менің рецептіммен дайындап, жақындарыңызды қуантыңыз. Бұл муравейниктің құрамы өте қарапайым. Еріген сары майға 1 жұмыртқа, шым-шым тұз, 1 ас қасық қант, 1 ас қасық қаймақ салып, жақсылап араластырамыз. Жарты шай қасық қопсытқыш салып, көпіршікті масса болғанша араластырамыз. Ұнның аз бөлігін алып қаламыз да, қасықпен қою масса пайда болғанша араластырамыз. Сосын ұнның қалған бөлігін салып, қамыр егеміз. Қамыр жұмсақ болып шығады. Құрамында жазылған ұннан артық ұн қолданбаңыздар. Қамырды 3 бөлікке бөліп, пакетке орап, мұздатқышқа салып қоямыз. Мен 1 күн алдын мұздатқышқа салып қатырып алдым. Сонда жұмыс жасау оңай болады. Үккіштен өткізіп, қызып тұрған пеште, яғни 180 градуста қызып тұрған пешке салып пісіріп аламыз. Барлығын осылай пісіріп, ыдысымызға салып дайындап қоямыз. Салмасына 1 құты қойылтылған сүт, 50 грамм сары май салып, екеуі біріккенше баяу отта ерітіп араластырамыз. Қайнап кетпесін, байқаңыздар. Жай ғана сары май еріп, қойылтылған сүтпен бірігіп кетсе болды. Осындай масса пайда болады. Енді қолмен үгітіп аламыз. Сосын салмасын құйып, 1 келкі масса пайда болғанша жақсылап араластырамыз. Дайын болған соң, бірдей болу үшін мен тараздың көмегін пайдаландым. Шамамен 40 граммдай етіп өлшеп алып, қолмен дөңгелектер жасап шықтым. Сіз қалауыңызша формаларға салсаңыз да болады. Осылай кондитерлік тәттілерге арналған қағазға қойып шықтым. Сонда әдемі көрінеді. Және шоколадты осылай ыстық суға салып ерітіп алып, бетін осылай сәндесеңіз де болады. Дастарханның сәнін ашады, өте дәмді болып шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер, жасап жатсаңыздар ас болсын.